бір ауыз сөз қоса кетсе бола ма? Мына Тілек Ниязбек деген Серікжан Біләшұлының Амиянның атына түскен барлық ақшаны халық ашық түрде көрсетуін, қайда жұмсалғанын білуін, ашық, анық, неге ақша берген, неге жұмсағанын, ол Серікжанның жеке басының қарны үшін беріп тастаған болуы әбден мүмкін. Сол үшін Тілек Ниязбектің картасының ішіне түскен ақшаны өзінің атажұрттың диктатор 7-8 мүшесі емес, бүкіл халыққа ашық жариялауын и халықтың осы картаға аударған ақшаларын ашық сұрауын мен үміт етемін. Мінекей, онда олай болса, аса маңызды ақпарат, аса маңызды ақпарат, ресми ақпарат, яғни, мына телефонға шығындар кім қанша ақша аударды Серікжан Бияшқа, Тілекке, кімнің есеп шотіне болса да. Сөйтіп маған ақпарат беріңдер, біз Серікжан Бияш, Тілек Ниязбек, басқа жаңағы олардың қасына тұрған мына сыбайласқан қылмыстық топтың мүшелерінен сұрақ қоямыз. Бұл ақшаға есеп беріңдер деп. Сондықтан мына бірнеше мың адам, мысалы, арыз бердіңдер, бейне түсірдіңдер, жаңағы фотоларын бердіңдер, соған ақша алды дейді. Сол үшін ақша берген, басқа да жаңағы туысын шығарып берем деді ма? Осы ақпарат қандай бар? Маған шығындар. Бұл осы тақырыпты көтерейік. Бұл алаяқтарға, мен 500 мың теңге аударғам, 500 мың теңге офисіне арендаға бер деп. Соны мен сізге бүгін жолдап берейін. Сол офисқа арендаға төленді ма? Төленсе кімге төленді? Соның квитанциясын, қағазын, бәрін дәлелмен көрсетіп берсін. Мен болып, басқа халық болып, Тілек Ниязбектің атына аударылған ақшаны қазірден бастап сізге жолдап берейік те, атажұрттың нағыз халық үшін жұмыс істейтін ниеті болса, халыққа ашық болсын, ешқашан жасырмасын. Солай сұрайық. Мен қазірден бастап сізге жолдап берейін. Сол достар, бір-бірімізге ренжімейік, заң жағына шығып жатыр ма, онда заңның құралдарымен жұмыс жасайық. Шағым түсіріңдер, осы жерге ақпарат, бейнеге шығыңдар, сұрақты қойық. Мысалы, ол кім кеше Құнанбай Байженге жаңағы не тағып жатыр, жала жауап андай-мындай деп, Ерлан Бекмырзаны жаңағы туыстарын тауып алып, жаңағы араларындағы былық тиіп па, соны шығарып, сен правда убежать қылмайсың, Серікжан. Сен өзіңнің ісіне жауап бер. Қайтесің жаңағы қарапайым адамдардың, қай болса да жанұяда жетеді жаңағы шкаптың ішіндегі тұрған жаңағы сүйектер дейді, скелетті шкафу. Керек жоқ халықтың басын қатырып.